компания бар ғой біздің Қазақстанда, ана авиакомпания бәрі жыны келетін ше, ыстан басталатын типа. Каттан аяқталады. Сол компанияға өткенде респект ұстап қалдым жестко. Жоқ, кешіктік, базар жоқ, как положено, там, бір автобусқа қыстырылдық, как положено. Бірақ отқан кезде капитан сөйлемей ма? Ағылшынша бастайды, прикинь, бірінші. Обычно қазақша бастайды, деп ағылшынша бастайды. Welcome to Ақтөбе дейді. Орысша айтады. Ол жаңа пассажир бірдеңе сөйлесе, Ақтөбе бірдеңе. Ең соңында қазақша айтады ғой, деп. Құрметті жолаушылар, қазір Ақтөбеге ұшып бара жатырмыз, деп. Жай еще. Ауа райы тамаша, деп ше. Бізбен бірге жол шеккеніңіз рахмет. Сендермен капитан бірдеңе етіп қазақша айтады. Жүрегіңе жібіп кеткен ғой жерде кәдімгідей. Сонда бізге қазақтарға көп керек емес та, Қазақстанда дұрыстап қазақша сөйлесең, біз жаным-ау деп қаламыз, бәрін кешіріп. Вот сондай трип болды Ақтөбеге. И ол триптің билетін қаяқтан алды деп ойлайсың? Авиасейлс. Арзан билеттер жүйесі. Авиасейлс KZ. Мен аббасадорым ғой қазір еш уақытта. Қойшы? Чекті чуть-чуть үлкейтесің. Короче, бізде қандай интеграшка болды авиасейлспен. Анау бар ғой, типа, казахи придумывают, что бәрі қазақский болды. Мысалы, там, Бразилия ол біраз ел, Аргентина арғынмен байланысты, анау Окинавамен айтпай қояйыншы, иә? Иә. Тамадалар айтатын ба? Иә, типа. Австралияда біздің жер. Иә, тағы не бар? Экватор бар. Анау... Иорданияның астанасы, иә. Амман емес, аман негізінде. Иә, Йеменнің, например, Сана. Ватикан білесіңдер ме? Ватикан. Ол негізі Батухан деген. Это чисто шутка, просто, додуматься надо же. Древний Ирым да бар, білесің бе? Варвары разрушат древний Ирым. Вот сондай, короче, бізде интеграшка болды. Ну, у тебя лучше. Тоже интеграшка не болмайды, короче, аз болмайды. Аз болмайды, наперед сразу айтып қойыңдар, если жетпей. Авиасейлс KZ. Авиасейлс KZ. Поезд дешевых авиабилет. Бәріміз бала шаға асырап отырмыз. 30-дан астық қой да? Қай жылғысыңдар айтпашты? 88 91. Сен құрдасы. 88-сің ба? Бля, базы жоқ бірақ. По поведению и состоянию жап-жас көрінесің, короче. Просто несерьезно. Брат, айтпақшы, сен қазақшаңшы кәдімгідей күннен күнге жақсарып келатыр кәдімгі. Рахмет. Каждый раз қараған кезде кәдімгі рахаттанамын. Білесің ба, ең бірінші выпусктарда өк те сөйлесіп өттің ғой? Вообще сөйлеспедім. Жоқ, потом, когда вот начал. А сейчас вообще прям достойно, красавчик. Рахмет көп, рахмет. Ниетің жақсы, главный. Ниетің бөлек уже. Видишь, сенде уже баяғыдай не жоқ, қандай қате сөйлесем маған қазір бір айтады деген жоқ қой уже внутри. Или есть до сих пор? Не, бар. Неге бар? Why are you gay? Why are you gay? Who said I'm gay? You are gay. You are transgender. Why are you gay? Неге әлі қорқасың? Айтшы. Енді қорқу деген жоқ? Жоқ, қорқу емес, я типа. Өмір бақи бір жүк. Соны тасисың. Сен қазақша дұрыстап сөйлей алмайсың. Егер мен қазақшам деңгей прям мынандай болса да, бәрібір не болады? Mental issue. Білмеймін, мүмкін психологтарға бару керек. Оның ішінде Soul Treat. Онлайн психология. Барып жүрсің бе психологтарға? Я кішігірім барып жүрмін, иә. Қандай? Отбасы психологтар ма? Отбасы психологқа бір рет барып қайттым. Кенжекпен отырып. Картошки, иначе. Experience. Анау не болды ма? Мистер Смиттің басы болды ма? Иә. Мистер Смиттің басы болды, но қазақы қандай. Қазақы мистер и миссис Смиттің басы. Сіз деп айтамасыз кейде? Позвольте заметить. Сондай семьялардың кейде тап боласың, кейбір достарым бар да, әйелдер сіз деп сөйлейді, короче. И олардың вайбы тіптен бөлек екен, типа. Ешқандай негатив көрген жоқ ма ол вайбтан. Типа conservative values дегенді бірақ күшті сезінесің да, андай, деп. Сен деп сөйлесең да, сіз деп сөйлесең да, главное бір-бірін түсіну ғой енді. Сен қалай қарайсың? Вообще ата-анасына сен дейтін қарай. Мысалы, мен ата-анама сен деп сөйлеймін. Мысалы, сөйтіп айтсақ, кейбір адамдарға дөрекі болып көрінеді. Қалай ол сенен үлкен, сені туған, сені тәрбиелеген, сені мәпелеген адам, сен оған сен деп сөйлейсің. Нұқып тұрып. Кетші заебал дейсің ішіңнен. Неше ұрың бар, ебать. Ішіңнен, сыртыңнан, я солай шығар. Бұл солай өстігі аға дейсің, болды ата кішіне. Иттен нахуй жетесің. Чөл лезешь, блядь, өз өміріңді. Слушай, нахуй.
Бізде сол еще тағы проблема да. Әркім өз-өзінің өмірін сүрмейді да бізде. Өз өмірің сүр, өз жаныңның, өз душаңның, если діндар адам болсаң, например, саған тем более сен ешкімге қарамай өз жаның үшін күресіп жүру керексің ғой, по идее, дін бойынша. Нет, сен адамдардан іздейсің да. Сен неге ондайсың? Сен неге бұлай істемейсің? Күтті біреудің шашын ұрып қалсаң, жылдан алып мынаяқтан өзінен өзі, бөләт біздің бала шағам, біздің ұрпақ, сен әлі қызың жоқ, үйленбегенсің, қой нақы ұрпақсың. Privacy жоқ қой. Вообще privacy жоқ. Ол да келеді, по идее, ол заманымен келеді, оған сендімін, потому что біздің поколениеден кейін ары қарай уже воспитанды ғой, поколение, байқайсыңдар ма, кеше нәрікпеймен оттым да, не деген европеец. Теманы уже артық кіп баратқанын сезіп бүйтіп шығып баратады да, сөйлесіп отырып мында ырзалығын ұстап жатады, ай красавчик. Жаңа подкаст шыға ма нәрікбеймен? Шығару керек, мен әрікпеймен отырып алып деген біріңізге қарап әңгіме айтып тоқтай алмай. Күшті сөздер кетті ғой. Құдайдан құл емес, құлшылықтан құлы деймін, әлі күнге дейін деймін ғой, машинада келе жатыр. Құлдар ғана еркін дейсің. Құлдар ғана еркін, иә. Құлдар ғана еркін. В этом есть. Серый червь айтпақшы. Құлдық деген біреуге кіру емес, өзіңнің никчемностіңді мойындау просто. Марксистер айтады ғой, свобода — это осознанная необходимость дейді ғой. Қаншама мен коммунизмді жек көрсем де, ол енді жақсы сөз. Осознанная необходимость свободы. Да. То есть это осознанная не свобода. Надо переварить. Да, надо переварить. Если вы переварили, комментке жазыңдар. Кстати, жаңа жаңалық бар ғой, иә? Мұрат Әбділда шығады ғой. Бірақ кеше естідім бір қызық зат, типа, оны бұрын жіберген, ертерек. Иә, ертерек шығарған, бірақ көтіңді қышып жүр деген. Өзіңнің облысына шықпа деген. Түркістаннан шықпа деген, ол сразу онда Ақтауға барып, ішіп алып фестиваль етіп жүр дейді, қайттан қалмап тастаған деген. Ол әңгіме естіген, ешқандай соғырсын айтып, мен білем деген әңгімесі, естіген әңгіме, өсек шешесі. Солай қараймын да, ойлаймын да, значит, өзінің ментальный проблемасы болып тұр ғой ол жігіттің деп. Походу, значит, наверное, шынымен де алкоголик. Может, алкоголь зақым беріп саған шығар миға. И просто мы любим фрика, наверное, деп ойлап қалдым просто. Оның алдында просто мен де жыртылып жүргенмін да, типа, не ол танаудан мынау деп, бірақ шыққанда осындай тірліктер істесе, значит, может. Қазір оны кәдімгідей батыр дейді. Не үшін сотталды, не үшін отырғызды? Бір не бар, монолог, билік үшін. Ол рас, айтқан оны. Бірақ оның срогы, оның конкретно жазылуы сол үшін емес. Это оскорбление по национальному признаку. Он там оскорблял, по-моему, представителей узбекской этнической группы. Бірақ тиктокта қазір сол үшін сотталды. Атама говорит, кім, сен не ойлайсың, қазақты кім ойлайды, қазақта өлетін адам бар ма, жоқ па? И героев сделать легко. Қазір бірдеме айтсаң, сразу геройсың. Тиктокта болсаң, ютубта жүрсең, инстада. Вот смотри, типа это 19-й год, 18-17 года, кішігірім еще орысша сөйлейтін балалар екенбіз, көрсетіп жіберейік. 17-18 года я был таким жестким оппозиционером, короче. В свое время өлеңдер шығарып жүрдім патриотический, қазақтарға чуть-чуть против власти, не прям против власти, типа нормально где-то ортасында golden middle. Мне вообще нравится golden middle, типа вот это golden middle, потому что... Golden shower. Алматыда Golden Square деп до конца кетіп қойған. Давай. Golden Shower'ны өтіп кетейік. Golden сапа. Сөйтіп? Өлең шығарып жүрдім, короче. Күшті елдер туралы. Сол кезде 19-шы жылы басыма вот эта тема ударил вообще. Өтірік патриотизм, құр патриот. И басыма кіріп кетеді, да, и какой-то өлең болып шығып кетеді, короче, не в тему. И в свое время тоже набрал, я переснял, тоже так. Было обсуждение хорошо, короче. Этот құр патриот, жалаң ұлтшыл, ауыз ислам ұстамы, лапылдаған қазақистер елдің нағыз дұшпаны дейді. Оянудың, тыпырлаудың, жыбырлаудың орнына ата-баба хикаясы жүрегіне құшқаны. Ата-баба хикаясы. Бар бабасы ұлылар, барлығының жүрегінде сақалындай түгі бар. Ақиқат түсініп қойған данышпандар шетінен ақырғанда любой жауды тыштыратын жыны бар дейді. Әр бабасы бар қазақтың мойындаған батыры
тірі пенде жете алмастай іліп қойған сағатына. Бәрі болған үйлерінде Сүлеймендей сұлтандар айтқан сөзін екі етпейтін қызы менен қатыны. Сол қазақтың ұрпағымын деп шіренеді соқыр ел. Шіренем деп қаншама жыл бір орында отыр ел дейді. Жақсысы мен жаманды айтпаса керек жаясап дейді. Мұның досым тарих емес, артқа бұрған саясат дейді. Сорлы халық ұлы кемдеп қиялында жүрсін деп жасалатын құрал, біреу жату үшін май асап деп бітіреді да. Типа 19-й год, типа вообще философ болып не кезінде. Ақын екенсің. Жаман ақын болып. Бірақ сондай типа MC баяғы замандағы ата-бабаларды бүйтіп қоясың, күш үйтіп идеально қылып жұрт мына қазіргі болып жатқан өміріне қарын ашып болғасын, көздерін жұмып алады, артқа қарайды, артқа бұрған саясат. Мы великие, мы великие. Эскапизм ғой? Я мы великие деп жүреді. Когда вот творится вокруг херня, и төбедегілер май асап жатыр, сен бейшара болып отырсың, я великий деп. Айтпаңдар, ашаршылықты айтпаңдар. Біз орыстың астында 300 жыл болғанымызды айтпаңдар. Біздің батырлардың көбісі потом Российский империяға болыс болып қалып қойғанын айтпаңдар. Жоқ, ол біздің рухымызды түсіреді. Бізге крутой қазақтар туралы айтшы. Кім болған кезде? Жоңғарлар шапқыншылығы кезінде Қабанбайды айтшы маған. 70 жасында 186 там жекпе-жекке шығып бәрін өлтірген, соны айтшы. Клин да сондай. Не хочу деп, типа, и содан шығу керек. И все нормально деп. Не только ты. Сен ондай емессің жалғыз. Бүткіл халық сондай жан-жағында. СНГ-ның бәрі сондай. Жайлап желе ояну керек. Все хорошо, вот твоя реальность, типа, вот твоя ответственность. Есіңді жи шамалы, типа. Эмоцияға беріліп кетпе. Оның, типа, соңы жақсылыққа келмейді, типа. Потому что көтерілісте мен де қорқамын негізі ше. Өзім шынымды айтамын, қорқам. Потому что кезінде ана ең басында ғана переизбрание кездерінде көтеріліп кетті ғой Шамал Алматыда. Помнишь? Тоқаев президент 19-шы көтеріліп кеткен кезде мен оның басында мен үшін типа көтерілетін адамдар мен сияқты деп ойлайтын едім да, бәрі бүйтіп елім-ау деп, что вы деп тұратын. Қарап қалсам мұндай көздерді көріп қаламын ғой ондай. Жастар просто хищные глаза, взгляд тупой. Выйдет тур, короче. И что-то я испугался там уже. Опа, деп қалдым да, блять, что-то не то уже. Қазір уже менде андай әртүрлі, екі түрлі жағдай. Типа, вроде халық өзінікін көрсету керек, көтерілу керек, шығару керек. Екінші жағынан адамдарға сенбеймін, типа. Сендердің бастарыңда ақыл бар ма, типа, вы знаете, к чему вы идете? Мақсат бар ма, де звере қосылып кете ма сендерді іштерінде? И зверенің проценті бізде қаншама деген сұрақтар уже қорқам уже. После январских событий уже жан-жағында болды бірталай заттар, уже адамдардан қорқасың да, и типа всегда я в голден мидле хожу. Это не потому, что я типа боюсь кого-то, сөз бостандығы анау-мынау деп жүрмін ғой, просто определенный зат жоқ та, мынау дұрыс, мынау бұрыс, нахуй былай деп айта алмаймын да ештеңеге. Екі жақта да типа. И поэтому сөйлесуге болады, сендер айтыңдаршы бізге, типа, билік болсаң. Мені шақырып алайыншы, Руслан, сен былай айтпа. Мындай темалар бар, қара халық түсінбейді сені нахуй деп. Бытшыт боламыз ертең. Мұндай заттарды айтпа десе, деп айтар едім, тоже келіп айтса екен. Ой деп қорқыта бермей. Мыналар да шамалы тұрса екен, типа, сөйлессе екен, типа, мынау жаман дей бермей, өз шаруаларын істесе, типа. Бизнес аш, от меня, типа, репост бәріне айтамын, как минимум. Как будто бір до хрена адам көмеке. Сложно, и енді системная оппозиция болмаса әрине. Ол unlead revolution is the worst. Unlead. Не ғой, көсемі жоқ көтеріліс енді. Жоқ, көсемі жоқ көтеріліс болмайды, и көсемдер керек всегда. И всегда Ен бастайтын көсемдер қайдасыңдар. Это алаш маршы ғой. Ол көсем ертең араларымыздан шығады. Ол көсем по-любому бір артында халқы бар жігіт болады, типа. Біздің Или әйел дейсің ғой. Или қыз, пожалуйста. Ертең әйгерімше біздің ойба кішкентай қандай ап-бар қыз ғой дегенше шығып алып ертең бүйтіп. Елім бірдеңесі қой, до конца барамыз бізді. Типа, например. Қыз, пожалуйста, қыз. Просто жан-жағыма қарап, типа, кто если не мы, типа, бір адам бір чуть-чуть нормально айтатын адам бар ма? Болып отқан заттары, типа, жан-жағына қарайсың да, типа, кто если не мы? Джон Сноу сияқты шандай. No, you know nothing, Джон Сноу деді. Бірақ екінші жағы бар. И absolutely sure that I know nothing. Ничего не знаю. Отвечаю, типа, вообще ничего не знаю. Про политика я не знаю, что там творится. Реально елдің жағдайыма тоже не знаю. Я вижу, но дальше я не вижу, типа, мұрынның ары қарай. Примерно түсінесің, бірақ ничего не знаю вообще.
А вот сен ауылыңшы, ауылың жағдайы қалай? Шалқар ма? Шалқарынан жағдайы қалай? Шалқар Шалқып тұр ма? Шалқар Жоқ. тұра тұрыңдар. Инфрақұрылым жағын айтамын. Шалқар Опять шараут. Шалқарға шараут айтып жіберейік, Шалқардың балдары вообще кайф. Шалқар вообще, Шалқар вальсы. Не, Шалқар. көбірек айту керек. Күшті ұнады маған. Мен көп андай болмай андасында бір боламын да, 2-3 жыл жіберіп, короче. Өткенде барсам, бүткіл бизнес, короче, Шалқар деген дамып жатыр. Кофе керек па, пицца, суши, ресторан, короче, движ идет, молодежь вообще бөлек. Бұрында Шалқарда там қандай жер ғой, 6 банда бар, 6 банданың территориясы бар, машиналар кетіп бара үйге кіріп кетесің, короче. Потому что машина бүйтіп ашып, обрезбен атып кетуі мүмкін. Делили бы хотя бы там наркотики, там, хотя бы занимайтесь делами. Хотя бы бизнес болса, Бизнеста боритесь за территорию. Чисто авторитет үшін андай. Сондай движу болған заман ғой. Қазір күшті, типа жастар уже креативный, красавчик вообще, Шалқар, кайф. Инфрақұрылымда қалады ғой, кетпейді. Кетеді ғой. Жәмендейін ба тоже. Блин, деп жәмендейін ба. Не дейміз? Нормально. Жолдары кейде бычыт болып отады. Ну, бля, жол қаяқта бычыт болып отқан жоқ. Осы теманы шешсек екен тездетіп. Жолды ма? Жолды шешсек, бля. Сен неге болғансың ба? Ганюшкинге жолды? Жоқ болған жоқ. Астраханға, Атыраудан магистралы бар ғой. Естеймін. Андай ғой. Жыл сайын бір таксист қайтыс болды, таныс таксист қайтыс болды, ананың баласы қайтыс болды, ана 67-ші километрде анау қайтыс болды, Забурының жанында мынау қайтыс болды, Чапаевқа жетпей жатып мынау қайтыс болды, 17-ші ауылға. Үнемі сол. Осы жаңалық жол жасаудың орнына мен қашан 98-ден бері қалай есімді жидым, содан бері бала болып деп қарап айтқанда сыртымен жүресіз, сырты балшық, асфальт жоқ қой енді. То есть айдаламен жүрген сен ходовканы пайдалырақ асфальтпен жүргеннен гөрі. Ақтөбе Қандыағаш, бля, жол істеңдерші базасы. Барлық Қазавтожол шараут. Қазавтожол, Ақтөбе Қандыағаш. Алматы нормально болса ше. Мен туғаннан бері келесі жылы жол істейін деп жатыр дейді ғой. Да ты чё? Былай ғой, каждый жыл. Келесі жылы жолға ақша бөліпті ғой. Да ты чё? Ақтөбе Қандыағаш істейін деп жатыр дейді ғой. Да ты чё? Ген сурка ғой. Альфардтар ортада. Кстати, батыс туралы бір сұрағым бар еді. Давай. Короче, соңғы 2 жылда ТикТокта, әсіресе ТикТокта, бірақ негізі инстада да бар, алшинизм деген қозғалыс пайда болды. Білмеймін, кімдер істеп жатқанын. По идее, как будто біз емес, қазақ емес, как будто откуда-то другая, третья сила. Короче, олар не айтады? Алшындар енді, кіші жүз, алшындар қазақ емес. Ол бөлек бір ұлт, алшын деген. Олардың тілі басқа, олардың там киімі басқа, бас киім басқа, тағы бірдеме басқа, рухы басқа, тағы бірдеме. Как будто бы бар ғой сепаратизм. И прям көп. И тиктокта прям көп. И олардың көбі еще орысша. Как будто капец, да, Атырауда вот оқиды орысша. Бля, что за слово это? Қой кетенең вот, и странно. Сондай не бар ма настроениялар? Батыста негізі. Қандай ойлайсыңдар? Бля, короче, наверное, есть. Кого-то, наверное, кто-то пихает. Ну и чё, Найман тоже. Вообще ешқандай бізде не ру қазақ болмаған ғой баяғыда. Рулар болған ғой просто. Бәрі жиналып қазақты ұрған сосын. Бұлай типа қазақ пайда болып руға бөлініп кеткен жоқ қой. Рулар бірігіп қазақты ұрды, короче. Такая фигня, кез келген руды айтсаң, кез келген ру бөлек ел. А так алшанизм шығарып отқан шығар. Ну и тут наша ответственность, как люди, имеющие свою аудиторию, красиво пихать в рилсах, там, тут, что... Да нет, біздер қазақтарымыз, батыс кіші жүз вообще біздің бірлігіміз вообще... Кіші жүздің вообще несі бірлігі вообще легендарный ғой, особенно сен руыңның ше. Красавчиктер, так что алшын құрсын бөлмеңдер, жігіттер. Кіші жүзбіз ғой бәріміз, нормально все. Айта береді құрсын, орыстар ғой. Это что за промо было? Бір жерге барып оқып тастаған сияқты сөзді бар. Все, келесі текст. Наймандар туралы не дайындалып келмей. Сондай сияқты. Просто жүректен шыққан сөзі. Батыста бір не реніш бар. Енді орталық билікке, типа, вот біздің мұнайымыз алып кетеді, ақша қалмайды. Жоқ, брат, ондай жоқ, по идее, ондай. Ну, типа, кейбір шалдар ыңырсайды, типа, бә, деп, но это не основное не емес, настроение емес, кейбір шалдар жылайды. Но, мы өткенде Жаңаөзеннің жігітімен кездестім, короче, комик.
алла берген деген. Жаңаөзеннің баласы Москваға барып КВН-де не болған, редактор болған, короче. Прикинь, очень образованный, молодец, орысшасы, қазақшасы ұрып тұр, но бірақ жаны Жаңаөзенде кәдімгі. Батыстың Жаңаөзеннің баласы. И типа, вот Жаңаөзеннің халыққа деген реніші бар. И он обоснованный, короче. Айтады, типа, біз ел үшін деп тұрып едік, типа, до конца тұрдық, біз ел үшін деп ойладық, оказывается, жоқ болдыңдар дейді сол кезде, типа. Я такой, ну, да, сорян. Еще сосын блогерлер келеді да. Ничего не было. Адай раньше... 200 лет... Что там? Адай 300 лет назад пробивали друг друга бошки просто так дейді. Вот, примерно. Короче, бір топ блогер барады Жаңаөзенге. Ол блогерлар түсінген бойынша төленген адамдар. Дұрыс па, проплаченныйлар. Келеді, банақ сөздерді айтады. Безумные адайцы пробивали друг друга. Типа бәрі жақсы, это олардың киносы. Адайлардың киносы. Енді ол блогерлер енді өмір деген бумеранг. Олар Қазақстанда емес, соны айтқан адам. Құрсын, даже Қазақстанда жүрмей ақша, өзің ісіңе жауап бересің, ол не обязательно біз представлять еткенде жауап береді, сен басқаша жауап бересің. Көрерсіңдер енді, өздерің қараңдар. Атак, мына жерде шек, ешқандай мен қазір андай настроение көтеріп, елді шақырып айтқан жоғым ше. Просто сондай жағдай болды. Так что просто ойланыңдар, типа, просто ойланыңдар. Задумайтесь. Просто задумайтесь, просто, прикинь. Они имеют право. Қазір үйтіп айтса, мұрынды кейсіп болады ма? Не деп айтсаң? Қазір айтып қойсан деймін да, банағы блогер сияқты жазып қойсан. Сөз бостандығы дейміз жігіттерші, сөз бостандығы керек дейміз, бірақ все равно моральная граница есть жігіттер мен қыздар. Моральная граница, вот, пожалуйста, сен просто осознай, что заңымен, но халықтың өзінің святынялары бар. Арқа сүйер еркектік деген біздің елдің, особенно региондағы елдің святынясы. Жігіттік образ бізге, жігіт керек. Ел бастайды, жер бастайды, қорғайды. Жігіт, қазақтың жігіті деген образ бар. Ол образда қазір сол образды ойнайым десең, будь осторожен. Сені закон не спасет. Екіншісі, атадан қалған дәстүр деген бар, типа. Дәстүрмен тоже ойнағың келе ма, подумай чуть-чуть, типа. Мысалы, кешен Әлшер ма, кім пацан? Киіз үйде билеген бе? Киіз үйде вок билеп тастады, қыздарым бүйтіп қойып шықсын. Норм емес пе? Ну, типа, да, типа, мой алматинский сторона говорит, ну, это нормально. Что ты хочешь, типа? Это творчество. Люди танцуют дома, типа, ағаш үй, это дом, его дом. Что ты хочешь дейді. Шалқарский жағым айтады, обал жоқ дейді, типа, жатсыншы. Сол айтып тұрмын ғой, халықтың өзінің святынялары бар да, сен бүйтіп заң, я бірдеңе деп не істемейсің ғой енді. По-любому чуть-чуть нең болу керек та, типа, сейчас я должен закончить, а то қазір андай не қойып қаламын. Сен енді ана жерде еркектікті да, салт дәстүрді да, екеуін де бетіне түкіріп тастап тұрсың да. Болмайды просто ол сен даже сені ертеңгі заң қорғағанмен халық сені уже жек көріп тұрады. Бір зат істеп кетсе, халық айтады, обал жоқ деп айтады. Сен по-любому бір затқа шаққа бардың ба, чуть-чуть осознанно. Комиктерде деді, мысалы, қиын тақырыпқа прикол сан деп жатсың ба, біл уже, ты куда ты идешь. Уже әдемі отходтар, конкретно істе деген сияқты. Ну все, бітірдің ба, кеттік. Жақсы. Қара, сөз бостандығы негізі ол горизонтальный нәрсе емес қой. Чисто вертикальный. Ол биліктен адамға. Сол үшін мысалы біреу киіз үйде билесе де, каблукпен бе, білмеймін немен, егер от государства не будет наказания, ол сөз бостандығы. Ну, это свобода самовыражения. Бірақ государство не может говорить, например, саған, ну, твоей шалқарской стороне, типа, люби это, относись толерантно. Ты можешь как хочешь относиться. Сен, анау регионда да адамдар, Астанада адамдар, Алматыда адамдар, бәрібір, как хотят, пусть относятся. Но за это не должны судить. Вот вопрос. Все. Сөз бостандығы это про отношение власти, государства к субъекту. А между собой могут хейтить, могут любить. Вот анау бар ғой, обычная эмоция. Мысалы, біреу бірдеме істесе, мен оған аппрув беремін, я красавчик, қолдаймын. И то же самое я могу сказать, мынау жаман екен ғой. Маған вообще что-то ұнамайды. То же самое. Имею право. Ол да сөз бостандығы. Бірақ чисто государстводан не болмаса, санкция болмаса. Мына жерде мен сен 100% келісемін, я все. 7 жыл деген не ол айтшы? Бизнес қой. Сен еще сен айтамын да, еще алматинский, шалқарскийге айтады. И ладно дейді да, сен намысың көтеріліп кетті, анау сен ана болған дейді да, 7 жылға жауып тастайсың. И ана болған түрме 7 жыл оны зорлайды ғой ертең деймін да.
алматинский айтады, ол 7 жыл зорлыққа сен салып тұрсың ғой, сол үшін ба, типа, осы ма сенің милосердиең, қазақ бала еще, типа, шапалағын бер, ну, максимум, типа. Максимум, ну, айтып жатырмын ғой енді, бля, жігіттер, типа, деп істемеңдерші. Халықтың ол заты, шапалағын бер дейді, все, типа. Шараут па? Шараут сияқты, есің жи деген сияқты, сондайын берді, әңгіме ет деген сияқты. Тоже бір жағынан, даже 2 жылдың өзі пиздец қой, типа. Вот. Так что, да, я с тобой полностью согласен. Просто халық-то да ойлау керек, да? Ты, типа, личность, ты этот, но хейт будет жесткий. У тебя будут спрашивать какие-то люди. Сол кезде мемлекет деп істеме, ол, типа, мемлекеттің әлі келмей қалады, шамалы. Тағы не болып жатыр? Олимпиада. Олимпиада сәтсіз. Нормально. Пойдет. Не? Бірақ алтын. Спорт деген сол ғой. Бірде болады, бірде болмайды. Немізді қазір кемшіліктерді енді қарап алып, жұмыс істеуге болады деген. Мен солай қалаймын да. Мен жыным келетін зат. Даже өзбектерде дейді ғой, типа. Даже не, типа, өзбектерден қазір айырып жатыр. Экономикасы да айырып жатыр, туризм да айырып жатыр, спорт деген вообще айырып жатыр. Даже деген әңгімені алып тастап, брат, типа, қума. Не болды, жоным? Даже Молдовадан, даже қаяқтағы Африкада, қума дейсің, брат, даже алып тастап, кімсің соншама? Откуда это великодержавный казахизм, да? Соны айтамын, даже бірдеңе нормально. Жігіттер ойлайсың ба, олар не тренировка істеген жоқ, елді жақсы көрмейді деп атаң басы, олар деген самый лучший в Казахстане сейчас. Біздің уровень, значит, сондай. Бізде, значит, бокс федерациясына нормально бөлінбейді, значит. Бокс федерациясына нормально жұмыс істеп жатқан жоқ, значит, оны примерно кім қалай сендер бәрің білесіңдер. Білесің ғой сен, по-любому осведомлен, как минимум. Все осведомлены, как там все делается деген. Так что дұрыстаңдар просто. Шық-шық, балдар жеңдерді барыңдар, ұтасыңдар. А так, я доволен, нормально. Шүкір ме? Думада жоқ, шүкір. Сереброңды алдың ба, шүкір. Зато Елдос аяқты алтын алып тастады. Қандай саған подарок вообще, дзюдодан еще. Красавчик. И сосын сын кетті ме? Елдосқа? Критика? Ол негізі странно. Короче, бір апта чисто celebration, Елдос батыр, анау-мынау. Екінші апта тиктокта Елдос там, не дейді, мамасының баласы, анау-мынау, не сепарированный дейді. Странно. Меркуль отырды, вот, ша. Меркуль отырып, бәрі, бля, Меркуль сөз бостандығы деп өтеді. Елдос өтіп, бәрі Меркульдің көтті. Ладно, құрсын, жатып шығар. Елдос деді, ешік, Елдос, мамасы. Не сепарированный істейсің ба? Мына жерде қызық та тоже. Типа, бір жағынан ойлайсың, не шаруаларың бар, қуасыңдар ма, мамасымен жүре ма, папасымен жүре ма, итімен шыға ма, не шаруаларың бар? Өз тойында жүр ғой еще ол деген, типа, не шаруаларың бар деп ойлайсың. Но екінші жағынан қарасаң, типа, по-любому, типа, мындай архаичный қазақылық шамалы бар, андай. Чуть-чуть. Бро, как будто ол тек оның проблемасы емес. Егер проблема болса, әрине. Ол тек оның тірлігі емес. Как будто бізде сондай паттернлер көп қоғамда. Бар ғой, прям тупой сұрақ. Келеді да? Вот сізге бір не берсем, гүл. Кімге бересіздер? Анаңызға ма? Келіншегіңізге ма? Иә. И адамдар кәдімгідей. Ана ғой, ана бір ғана. Ана. И... Это все она, да? Это все она. И странно. Мына жерден чик дейміз да, Елдостың темасы осы жерде негізі кесілді түсіп қалды, хорошо. Елдос, брат, сен айтып жатқан жоқпыз, ары қарай уже қазақтарды айтып жатырмыз. Сен красавчиксің, сен біз үшін чемпионсың, короче. Сен вообще красавчиксің. Енді қазақтарға көшеміз. Ана или келіншек деген тема. Ана или келіншек деген тема қазіргі, типа, еще еліміз ажырасудан әлемде 2-ші орында тұр ғой қазір. Йоу! Silver, motherfucker. Тағы бір күміс, иә? Тағы бір күміс. Сол, енді ояқта обязательно бұл емес. Бізде қазір ставка, неге 70% ажырасудың бәрі негізі ставка, 20% наркотики, там сондай заттар, 10% этот. И плюс мияқта бізде еще үлкен роль играет әке-шешенің бракқа, типа, кіруі да, лезут в твое отношение деген зат тоже бізде разводтардың тоже бір причинасы. Даже есть такая, типа, думка, что может
от того, что они ставщики и наркоманы, потому что все лезут в его жизнь деген. Хорошая думка. Менде тағы бір думкам бар. Короче, стейтмент. Менікі емес. Я естігем оқығам маңызды емес, бірақ қара. Выбор между мамой и женой – это выбор мужчины между ребенком и отцом. Ну, или ребенком и мужчиной. Соны рас па? Қалай ойлайсың? Сөзіңде ақиқат бар, бауырым, деп айта болады. Сөзіңнің шындығы Рахмет, бар. Руслан имам. Сөзіңнің шындығы бар, по идее, сөзіңнің шындығы бар. Типа, даже неде де айтады ғой, дінде де айтады, негізі ер адам әке шешесіне сепарировать етіп, әйелмен жанұя болу керек деген, ол кәдімгідей бөлек бір өмірлік берген гайд негізі. Дұрыс, иә? Бірақ енді қалай етуге болады екен мына жерде? Шынымен де бізде мама это святой деген жесткий зат қой, по идее. Қаяқтан келген зат екен? Весь Советский Союз сондай болды да, мама это святой. Сенде қалай? Мама или кинчик? Сондай той болса, ел достай. Вот интересно. Ах ты. Ага. Я бы вышел с женой. Мама была бы рядом с отцом, но я бы вышел с женой. Вот. Это моя позиция такая. Хорошо. Да. Окей. То есть, опять же, да, дело даже не в сепарации как таковой, а в том, что ты что из себя представляешь? Ты сын своей мамы или ты муж своей жены, отец своих детей и так далее? Қазақтың баласы. Эй, дүние, мен қазақтың баласымын, е. Но прикол в другом. О, дала. Прикол именно в этом, что либо ты перерастаешь, а наоборот, по сути, Ницше. Да, ницшанство. Сначала ты там, ребенок, потом верблюд, потом, тигр, верблюд, ребенок, что-то такое, короче, неважно, как именно. Вот там книга есть Ницше, мы читаем ее, нет. Так говорил Заратустра. Вот, и там то же самое. Ты просто перерождаешься. Можно же оставаться хорошим мужем и хорошим сыном. Брат, мен сені қолдаймын. Менде де егер де сондай болса, мен келіншегіммен шығып, медалімді алып, келіп, ана жерде тұрған әке шешенің алдына келіп, келіншегіммен бірге бас иіп, медалімді берер едім. Типа, менің басымдағы идеяшы, тут я со своей женой. Я ваш ребенок, вы там, но типа біз мияқтамыз деген сияқты. Мен қасында жүрді деген. Бірақ Елдос мамасы қасында жүрген шығар, басынан бастап, кім білген? Бүткіл медаліміз алып, сол шығар қаяқтан білесің, типа. Кішкентай кезінде тренировкаға алып барған сол шығар, ақшасын төлеген сол шығар, қиын кезінде аяқтарында бір шрамдарын орап берген шығар. Мысалы, Жалаңтөс батырдың несі бар ғой, ана күшті несі бар. Иә, білемін. Несі? Ана жақсылық айтқан ғой. Жалаңтөс батыр вечно былай не істеп жүреді, короче, мындай сексуально болып, короче, осылай соғысып жүреді Жалаңтөс. И бір күні сауытпен келеді, уже үстінде керасасы бар. Сауыт, не болды дейді. Мама жоқ дейді. Мен осыған дейін мамамның бата алып келетін соғысқа аттанған кезде. И шешемнің батасы маған уверенность беретін еді дейді. Ашып жүрген, қазір шешем кетіп қалды, сондықтан сауытымды киіп алдым дейді да, типа. Вот интересная притча. Может, Елдостың мамасы сондай болған шығар. Кім білген, типа. Делайте, кайф. Бірақ мен болсам, менде егер сондай жетістік болса, мен келіншегіммен бірге келіп, шешем мен әкемнің алдында бірге бас иер едім. Елдосқа ешқандай хейт емес. Вообще, мен оны қолдаймын. Ол біздің чемпионымыз. Конечно, красавчик. А там его отношения, это его отношения. Просто ол бәрі вирусный болып кетті ғой. Тик-ток арқылы. Вот и все. Роза ханым көтеріп жіберді соның бәрін. Бізде вообще көп затта бір блогер көтере салады, типа. Ну, енді Роза ханымда өзінің темасы ғой, енді что-то как-то айтқан шығар, білмеймін енді. Хотела или это она или не хотела, тоже имеет право. Как управлять казахами деген кітап шықты ғой. Нұрғожа бар да, бұнг деп кім еді қасында жігіттің аты? Елдос, Елзат па? Елзат. Екеуі барып, анау мынау намыс бірдеңе деп видео түсіріп жібереді, тарс адамдар жетіп барып, уже угроза кетіп, басыңды кесеміз, анау мынау деп. Сонымен сол мужикпен кездесіп, автормен не істегенбіз? Бауыржан Бұхарбай. Иә, Бұхарбайпен. Бұхарбай. Кәдімгідей сол біз централ шықтық, сізбен сөйлесейік, келіңіз, сұхбат беріңіз, типа. Кстати, ол же стендапер болып кетті, иә? Жоқ, стендап болып кеткен жоқ, просто выступать еттік. Күшті сұхбат болды, кітап туралы сөйлестік. Бұл не, қандай документ, қаяқтан пайда болған, неге ондай название, сыртында тұрған сурет, не сурет, қаяқтан келген, соның бәрін обсуждать еттік. Тыптым жақсы атта, типа.
өзімен болып отқан зат. Просто кейде бір блогер шығып бір зат ұшқып жібереді да халықтың бәрі бажыта қалады қазір. Халық қазір мында заряженный отыр да интернетте былай давай кто деп сразу. Сол үшін айтып жатырмын, қазір батырлар көп, патриот. Это недолгосрочно просто. Өтірік батыр недолгосрочный зат. Өтірік патриот тоже недолгосрочный зат. Көт ашыла салады бір күні құрсын, изи вообще қазіргі заманда. Так что нормально, жігіттер, өтірік батырлығын істейді, бейнетін көреді, зейнетін көреді. Все, и пропадут. Шын батырлар тоже өзінің зейнетін, бірінші бейнетін көреді. Олардікі долгосрочный боласын, олардың бейнеттері чуть-чуть қиындау болады. Сен үшін топ-3 батыр. Енді Қабанбай, Бөгенбай деп айтпай қояйық қазіргі. Сен айтасың, батырлар көп, нағыз. Вот интересно. Ага. Вот, сен үшін кімдер? Так. Тоже ана бір братан какой-то, білмеймін. Қайсысы екен, осындай күшті зат айтты. Кім братан? Мәдени майдан деген сөздің авторы кім? Санжар Керімбай ағамыз. Санжар братан. Шараут қайттан. Қатты сізге еріп өтесем де артыңыздан кейбір сөздеріңіз маған өте қатты ұнайды. Сізге үлкен респект. Типа, қалай батыр, Ол бізді қарай ма деймін вообще. Жоқ, қарамай қойсын, өзім лақты жіберем. Өзім кесіп лақты жіберем. Типа, батыр деп қалай айтасың дейді да, тірі адамдарды. Ертең по-любому бір зат болады, и соңында, оказывается, не батыр деп шығамыз ғой дейді. А так, типа как батыр, Нәрікби маған батыр. Красавчик. Қаңтар оқиғаларында істеген заттарды достойны, қазіргі істеп жатқан подкасты достойны, елге деген қызметі вообще красавчик. Вот, бірінші батыр. Асхат Ниязов, екінші, какой-то батыр маған тоже. Әкімдермен қырылысып жүреді ғой, жаман жақсы көремін ше, как ты можешь деген ішіңде қазақ бетіп, қалай сөйлесетін әкіммен деп бір бөлігің ше, типа, как он так может деп. Ол да үлкен батырлық. И 3. Сендерді айтайыншы деп. Қандай батырмыз? Қазір какой-то байыз болып қалады. Байыз, жоқ, байыз емес. Кеспекші. Жоқ, кеспейді, жоқ. Жігіттер заебал. Біз батыр емеспіз, это точно. Мысалы... Жігіттер ешкімде батыр емес, атына топ қашылу. Асхатта батыр емес, Нәрікби де батыр емес. Жігіттер, сендер өздеріңді өтіп істемеңдер. Вообще Алматыда қазірде қандай талпаға барсаң да доп сөз десе уже все такие. Мне нравится больше доп сөз дейді. Қазақстанда 2 подкаст бар, типа, главный деп айтады. Ол Замандас и доп сөз. Сендерді білем, сендер өздерің іштеріңде қарапайым балдарсыңдар ғой, и мындай кейде мақтау айтып жүргенде көтере алмай қаласың, типа. Арман Сүлейменов. Я тоже такой. Нет деймін. Но бірақ примете, сендер қазір батырсыңдар мен үшін. Мана сөйлестік, жаңылдарын ұрып тұр. Ешкімді батыр емес, типа батыр ғой, типа елге деген қызметтерін істеп жатқан балдар сөздерін ашық айта алады деген сияқты. Так что давайте кішігірім флаг іліп қойдым сендерге что-то басымда. У меня в голове. Не для вас ешқандай жүк емес, өзімнің басымда. Короче, опасная эмоция. Россия как этим сейчас спекулирует жестко на гомофобии, они соғысты оправдывать етіп отыр ғой, до того, прикинь. Ана өзің бауырларыңды өлтірмесең, Украина, ертең балдарың гей болып кетеді деген сөзден шаштары тұрып. Вперед! Гойда! От сердца к солнцу несу. Долбоёб. Видишь, типа, құрсын гомофобияны ұстап алып, оны қолдану деген опасный зат. Вообще керек емес, нормально. От них не убежишь. Қазір Алматыда гей көп қой, масқа. Баяғыда олай көрмейді. Қазір былай жүрген жерімді көріп қалам, уш қысық. Бірақ бір жағынан ойлайсың да, типа, сен оларды қазір бассаң, күш көрсетіп, бір зат қылсаң, жертва қыласың да, күштірек қыласың, типа, не в тему. Өзің будешь оказываться вообще в ином свете. И сенің балдарыңа, типа, вот этот агрессивный гомофоб, или вот этот, деватқан творческий адам күшті ма деген сияқты. Өзің, наоборот, пропаганду делаешь, күш деп айқайлап, бүйту арқылы, андай, басыну арқылы. Жоқ, блядь, жаңа заманның какой-то бір бөлігі, бұдан қаша алмайсың. Главное, өз тіршілігіңе, өзің жұмысыңа ответственный болып, өзіңнің балдарыңа өзің ответственный болсаңшы, ешқандай гей, ешқандай қалай транссексуал, қалай бисексуал. Анау деген заттар сен балаңа влиять етпейді құрсын.
өз өзіңе егер жауап берсең құрсын, нормально, балаңа да өзіңе жауап бересің, жүре берсін, адамдар тиіспей құрсын. адам ғой, қай жақтан білесің қалай гей болып кеткенін. Просто өмір сүріп жатқан адам ғой просто. Арсен елестетіп отқан сияқты что-то. Я просто думаю, ну типа у меня в голове не вот цензурометр, типа нормально, так чуть-чуть, опять вниз, потом вверх. Ойбай, ертең аузымызға ие болмай 15 күн жатып қояйықшы. Үшеуміз бірге. Үшеуміз бірге болып нормально, по идее. Әңгіме айтып шығып, құдай сақтасын бірақ. Че там, айтпақшы Алматыда 12-сі, 10-шы, 14 күндері әлем фестивалі болады, фестиваль комедия, бүткіл комиктер жан-жақтан, облыстағы комиктер шақырып уже кеш болып кететін шығар. Қош келдіңдер, облыстан бірталай комиктер келеді, Россиядан бірталай комиктер келеді, шетелдерден келеді. Астана, Алматы, короче, үлкен ғасыр той болады, короче. Қалаяқтақшы келіңдер, стендап көп болады, әрбір заведениеде каждыйына барыңдар. Фринч сияқты бола ма? Фринч сияқты жасайсыңдар ма? Ну, типа того, короче, более питерский, чем московский, короче. Если российский... Не ол питерский, московский? Нет, қанша күн болады? 3 күн. Ага. Қанша не бар? События, ой, вообще миллиард. Открытый микрофон, грязный микрофон, батл. Бір күнде, типа, 4-5 площадкаде әртүрлі сағатта уже қаланың бәрі стендап болып отырады. Каждыйына жүгіріп барып жүресің да, андай. Еще приятно да өзің андай медийный болып жүргесін, андай. Комиктер жақындайды андай. Кішігірім рух бересің, типа, давай. Алматы? Алматы ғой. Қай күндерде? 12-сі, 13-ші, 14-ші, қыркүйек. Аны просто есімде кім келді, сол әлемде біріншісі болғанда 2 жыл бұрын болды ғой. Кім келеді? Типа, зритель ретінде Тамбин бар, ЧБД-ның бәрі келеді, Азамат Мұсағалиев келеді. Осын барып Дорық келеді. Бәрі келеді, Мұхтар Ерлан шығады сахнаға. Соның кезегі келеді. Бірінші халықпен сөйлесуге болады, қонақтарды прожарить можно дейді да. Ал білсең, сөз таңдамайды. Қалай не ойлайды, басына соны қадап айтады да. Ну, этот фестиваль делают в том числе россияне, называется «Алем», переводится как «Мир», хотя они про войну дейді. Былай ғой, кішкене біртүрлі болып қалды аналар. Вообще сол фестивальда, ең бірінші фестивальда не болды, дух болды жестканды. Жестко прям, когда не шығады, батл ғой, екі комик бір-бірін прожарить етіп жатыр. Залға пофиг, короче, потому что бәрі бір-бірін көп сүлбәт етіп сал. Казахстанский против российский шығады, үндемей алады бәрі. И казахстанский комиктің шуткалары кілең, андай Тимурлан Жалдыбаев айырып тастады ғой, кілең, чисто вот такие. Бүйтіп бәрі жаған жақта мен өші бүйтіп жыртылып кетейін деп. Енді сондай заман болды, сол кезде эмоциялардың бәрі сондай болды, короче. Қызық. Қазір қалай болады екен? Негізі, типа, жаманшылық бар жердің өзінің қайыры болады дейтін зат бар ғой, типа, соғысымен, конечно, ысырап соғыс басталды, влиять етті, бірақ малы народта жан-жақтағы республикалардың ұлттық какой-то нелер оянып кетті ғой бәрінің рухтары. Малы народ енді жаман сөз, просто этнический группа, Неге саған жаман сөз? Өйткені малый народ деген типа орыстар үлкен народ, а басқалар малый народ па? Малый народ ол имперский термин ғой. Так оно и есть, потому что қазір, брат, имперский, не имперский, малый, вас мало, и вы в составе какой-то великий, какой-то считается людей, малый народ қайтесің етеші. Нет, жақсы. Ну ладно, енді, типа вот. Просто сен айтпай қойсам болады ғой. Мен неге айтпаймын? Жоқ, айта бер, просто я говорю, ол некорректный термин қазақтан мысалы, ну типа, все, Еще сен қазақша айтып бересің, и потом просто русская ставка, именно плохой орыстың сөзі, малый народ, и дальше қазақша бересің ғой. Бля, не знаю. Ладно, ладно. Өзің білесің ғой. Они называются малые народы в каком-то смысле, но каждый по себе великие народы со своей историей. Что я хочу сказать, теперь все эти народы начали углубляться в свою культуру сейчас. Все начали сразу. Нұргүн бастады. Нұргүн бастады, қазір якуттардың фестивалі болды алдында. Кәдімгідей рух деген бүйтіп шықтым ғой, тип кәдімгідей андай по-любому бір тамырларымыз бір ғой. Ана теманы сезінтің бүйтіп шықтым. Ықықтарың, якуттарың, мияқта татарларың, башқұрттарың бәрі уже ата-бабаларына қарап жатыр. Біз не өшіріп тастаған? Чем они занимались, бәрі қайтадан оянып жатыр енді. Просто к сведению. Это интересно наблюдать. И интересно быть частью этой движения. Короче, якуты
якуты в Алматы это первая в истории Саха диаспора. Больше диаспор, чем в Алматы, якутов нету по миру. О, То есть, нифига себе. кроме как в Якутии, ну и в России, больше всего в мире их в Алматы. Это первый в истории такой экзодос, исход қой. Поэтому огромный фестиваль, бәрі сақалар ғой. Басында білмеймін, қырғыз қазақ бір туған деген зат қалып қойған. Қырғыз көрсең, типа досыңдай көр, сыйлас елдің арасындағы типа отношение сенің мойныңда, типа сондай сияқты. Қырғыз көрсем, ей бауырым, бір туғаным, қалайсың, амансың ба, қош келдің Қазақстанға. И шешен көрсем тоже сөйтем, білем не екен. Бұрында шешендер мен қазақтар деген теманы басыма жақсы болғанда, типа шешен көрсем, бір роднойымды көргендей боламын ғой. Брат, откуда будешь деп. Өзбек өз ағам деген нәрсе бар ма жоқ па? Өзбектер де красавчик қой, короче. Біздер өзбектер сияқты не болсақ, еңбекқор болсақ, айырып тастайтын едік тоже бірталай затты. Жалқаумыз деген, білесің ба, короче, базарға барсаң, таң атпай 5 азанда 5-тен бастап кешке 5-ке дейін қазақтар мысалы тележка тасып жатыр. Без отдыха практически. Там максимум не ғой, жарты сағат бар обедке, болды. И вот күнде сол адам жалқау ма? Жалқау емес қой. Біздің қазақтың жалқаулығы может типа жұмыс істеуден жалқаулық емес, өзгеріске қарай халіңді өзгеріске қарай өзгерту жолындағы істерге жалқаулық болып можно, вот так, типа такой жалқаулық. Ты делаешь свою работу, свою рутину делаешь, но чтобы чуть-чуть еще добиться чего-то, тебе надо сделать экстра. На вот этот экстра мы такие чуть-чуть жалқаумыз, короче. Жоспарлауға, мысалы. Жоспарлауға, там, ерте тұрып бір заттар істеуге, тағы да бір какой-то бір больше оқып үйреніп алуға деген сияқты. Какой-то, походу, бәрімізде бір по-любому өзімізге нормальный комфорт зонамыз бар болып тұр ғой қазақтарда. Вот интересная тема. Қазақтарда біз комфортно ғой. Сен біз қазір Россияға барсаң, типа, Россия ма, Қырғызстан ба дейсің ғой. Потому что оларда елде жағдай болмағасын ғой, Россияда жүрген. Ол жақсы көру емес қой Москваны. Қырғыздардың бәрі Россияда өз елінде жағдай болмағасын жүр ғой. Иә. Өзбек ағайындардың бәрі Қазақстанда, Россияда өз елдерінде дұрыс жағдай болмағасын, зона комфорта болмағасын жүр олардың бәрі. Былай қазақтар барып стройкада бычыт болып жүрген қазақ көрмейсің ояқтандай. Былай қазақтар, ойбай, сверхлюди, здравствуйте. Чисто чтобы добиться к чему-то шли, типа. А бізде елде шүкір да, зона комфорта бәрінде де бар. Шықпа жаным, шықпаны ұстап алу оңай бізде, короче. Нормально бір жерде чікті ұстап алып отыра беруге болады. Мына жерде көп адам, бізді сонда не деп ойлап жатсың? Жоқ, просто это субъективные мысли свои. Еңбектің қай жері ұят деймін да, жалпы. Еңбектің еш жері ұят емес. Иә, ол ана жаққа жұмыс істеп жатыр екен, тәжік болсын, қырғыз болсын, басқа да болсын адам. Ұят емес, это хорошо, похвально. Просто мен саған айтайын, ол риторика, ол тек қана орыстардың әңгімесі емес қой. Ол бізден шыққан министрдің әңгімесі ғой. Білесің ба, Мұхамедиұлын? Сен қашан көрдіңдер Мәскеуде туалетті там бір қазақ жуып жатқан, мен тек қана көршілес қырғыздың адамдарын көрем дегендей, мысалы ресми адам, лауазымды адам. Менше ойламай сөйлеген, білесің ғой өзің. Қалай ойлайтын? Я 2 месяца почти как стал отцом. И ұйықтай алмай жүрсің бә? И, короче, не бар? Некір төтіп сағансың ғой. Shout out to my son, Сабыр. Аттар кім? Сабыр және Қадыр ғой. Машалла. Сағынып отырмын уже қазір. Вот, и я перестал читать и что-то слушать. Уақытым жоқ. Но зато я пересел на, короче, маленькие рассказы. Тупые рассказы, в основном фантастические. Ну, там как тупые. Шелби, Гаррисон, в принципе, классика. Просто они такие, знаешь, ты ставишь на ютубе, пока ребенка качаешь, сам засыпаешь, там, минут 40 они идут. И бір, короче, рассказ бар, «Даритель ключей» называется. Короче, бір сущность бар, космоста. И разные расы к нему приходят. Келетті, бізде сондай проблема, бізде, мысалы, оба, чума. Бәрі, короче, адамның бәрі, короче, умирает. Бізге ключ берсеңші, он дает ключ, там решение вопроса. Или там бізге, например, шабуыл жасап жатыр. Бізге ключ бер. Или там так далее, там, бізде, короче, там, репродукция жоқ. Бала тумайды, шықпайды. Бізге ключ бер. Вот, короче. И там момент такой есть, что, типа, сен біреуге ключ берсең, бір адамға, ну, бір расаға. Ол, например, ертең басқа расаға, короче, шабуыл жасайды.
И соны мен ойлап тұрмын, короче, бар ғой көріпкелдер, мысалы, иә, анау шамандар, бақсы жол ашады. Ол жол ашады да, бірақ сен біреуге жол ашсаң, басқа адамға жабасың ғой, получается. Вот смотри, мысалы, вот есть чувак, у него есть там девушка, которую он любит. И он приходит, говорит там кому-то, я не верю в эту фигню, но тем не менее, барады ғой, типа, сделай так, чтобы она меня полюбила. Но по идее же есть другой человек, которого она любит или должна полюбить. Или, например, жұмыста. Сделай меня начальником. Но есть же басқа лайықты адамдар бар ғой, которые собственным трудом до этого дойдут. И ты, получается, если одному жол ашасың, то второму жол жабасың конкретно. Он вообще ни при чем. Он не знал, он идет своей дорогой, работает, что-то делает, там хороший человек, наверное. Ты пришел кому-то, попросил что-то там, если это работает, я не верю, скорее всего, не работает. Но, тем не менее, приходит и тебе жол ашат, и другому закрывает. Этический вопрос, П? Этика, примерно. Это чит, по идее? Ну, если в это веришь, это жесткий чит. Если ты веришь в это жесткий чит. Ну, религия, походу, в это тоже верит. Если говорит, это ширк, власть семендер, это прямая дорога в ад, деп айтса, значит, в этом что-то есть, походу. Сихр. Так и на арабском тоже. Сихр. Солай емес пе? Араб тілін білетін бала. Да, это жесткий чит, походу. Если в это верить, это жесткий чит. И это наказуемо. Это как продать душу дьяволу шар. Фауст, па? Ну, типа такая же фигня там. Біреудікін жауып өзіндікін ашыватсың деген. И это наказуемо. И если бы ты это делал без бақсы, біреудің жолын жауып өзін шығыватсаң, это тоже наказуемо. Это будет, если не ты будешь наказываться, твои дети, біздің қаншама чиновниктің балалары деген вообще конченый долбандар ғой, типа. Ты думаешь, это связь между ними есть такая? Я вообще эту связь я жестко ставлю. Это прямая связь. Зачем на дәулеттің бәрі саған не керек? Сенің мұрагерің конченый. Мына дәулеттің бәрін қалдырсаң, сен білесің, жоқ қылып жібереді. Бом жол өлетін білесің. И сен дәулеттісің да, ана жұлып жан-жақтан жинап алдың, ұрпағың сенің никчемный. Все уже, он уже конченый. Вот саған өмірде келіп отқан сынағыңа плюс, пожалуйста, ну, типа, қателігіңе мә саған уже сразу ответ. Когда-нибудь ходил? Там, көріпкел, ну, в детстве, может быть. И құрсын. Емші. Брат, конечно, бізде деген вообще интересная тема, прикинь, типа, қазақтар мұсылман біз дейміз ғой. Қазақтар мұсылман біз дейміз, бірақ 2000-ның прям ортасына дейін ба, біздің не істеген исламымыз, практика жасаған исламымыздың іші тұрғанымен, не ғой, тәңіренство ғой іші тұрғанымен, әруақтарға сыйындық қой біз кезінде. Әруақтардан сұрадық қой кезінде біз деген. Қазір әруақтан ешкім сұрамайды ғой, ойбай, ширк, әруақтар өз шаруасы. Ешкім деген... Тек қана Алладан сұра қазір вообще. В основном риторика, основная риторика. Почти 98% может быть. А до этого біз әруақтардан сұрап жүрдік там. К чему это все шло? Почему я туда прыгнул? Сен айтып жатсың 2000-ші жылдардағы банаға емшіге бардық. Вот емшіге бардық дегенде, конечно, ё-моё, емші деген шалқарда миллион болды, короче. Ну не то, что миллион, 3-4 бар авторитетный. Шықпайтын еді ғой халық солардан. Солдаут па? Солдаут. Ол кезде андай, типа как психологи, короче, они коучтар, короче, әулиелер. Бәрі барады. Аты кім болды? Сендерде просто бәрі білетін. Бізде Зейнеден болды. Бізде бір әйел болды. Да? Күлшат па. Сол тоже рак бәріне емдейді, иә? Бәрі барады, халықтың бәрі барады. Но бірақ молодец болды ол, по идее. Она свою роль сыграла, по идее. Свою роль успокоения народа, типа принятие каких-то ситуаций, ше. Легендалар болды ма ол туралы? Мысалы, бізде легенда былай, Назарбаев келеді Зейнеден атаға. Бір проблемасымен вертолетқа қона алмай ұшып кетті, короче. Настолько жел қатты болды дейді, оны қабылдамады дейді. Вот этот, йоу, дейсің, шар. Йоу, дейсің, сол легендарный мужик па? Естідің ба соны? Конечно, естідім, конечно, ол деген легендарный әңгіме ғой, Назарбаевтың өзі вертолетпен қона алмай кеткен деген. Жоқ, бәрі айтады. Ол как раз Бекет атадан не ғой, иә? Примерно. Жоқ, сол неде. Жоқ, Атыраудан Астраханьға кетіп жатқанда. Просто чисто такой әңгіме Бекет атамен бар. Короче, өзі атасына келтіріп алады, короче, бәрі. Әркім өз атасына келтіріп алады. Жоқ, ондай қатты не болған жоқ, бірақ были они, люди ходили, ходил ли я,
не за меня ходили. Мамаларың әжелерің фотомен барады ғой. Орамалмен қайтып келді ма ана әулие бір орамал ауырғанда басасың бір жер. Сары әулие ақ әулиелердің уақыты еще 90-ның ортасы 90-ның соңы вот солдат стадион жақта уже бес шалқардамыз сары әулие кәдімгі еще былай қарасаң ана әне фрик шықты ғой түркістанский ма бірдеңені жүрген ше. Ол негізі сектант қой, там жесткая тема секта. Нет, там жестко. Вот этот Арули, Агулер тоже были вот такие со своими нарядами. Деп бір заттар істейді, халықтың бәрі деп істейді, сосын каждый на какой-то глинадан, какой-то просто бүйтіп на тебе істелген бір заттар ғой, не знаю даже что. Сатып кәдімгі нормально 10 мың 20 мың адам бар. Ана қызыл ленталар күні кеше сатқан жоқ па 3-4 жыл бұрын бір кісі аты кім еді? Қызыл ленталар. Типа израильский. Ты понял, о чем? Мамасита. Мамасита деген кісі сатты. Оныкі бөлек қой енді. Жоқ, ол сондай удача болды. Ну да. Адамдар енді нана береді ғой. Это уже типа современный тип. Там маркетинг религии ничего нет, там это бірдеңесе. Люди верят в это, я тоже верю. Классная штука, покупайте. Аффирмация да бар. Тут аффирмация есть. Адамдар типа осындай. А ол кезде такой прям әулие келді, деп әйелдер ақ орамалдарын киіп алып чуть-чуть қорқып бәрі бүйтіп вот сондай замандар болды кезінде. Олардың гастролі болды. Айтып тұрмын ғой, солдат стадион. Даже именно Қазақстанда емес, кейбір мысалы Ресейден келеді народный целитель там Ивашка какой-то тағы бірдеме, короче. Бар. Болды ма не ондай? Болды. Бізге келді ма? Олар, короче, Кавказстан да келеді мысалы. Типа мусульманская темада бар. Дофига, это чисто нарық қой. Айтым ғой, типа надо было народу это. Егер сұраныс болса, әрине. Ол сұраныста свято место пусто не бывает дейді ғой орыстар. Question of wisdom, нарықпей. Нарық. А вот, короче, возвращаясь к этому рассказу, егер сен барсаң сол даритель ключейға, Вот. қандай кілт сұрап едің? И он конкретно шешеді. Типа, вот такая, установка такая. Сен сұрасаң, ол конкретно шешеді. Бірақ қандай керек? Қандай сұрақ? Типа мен от моей расы келіп тұрмын. Раса ма, ел ма, отбасы ма, әулет, сен ғана, неважно. Мен чисто өзім барсам, нема этот даритель ключей братан, там финансовая грамотности бере саласың ба деп, просто өзімді алып кетер едім ше потихоньку, все деп. А так елге келетін болсақ, мен айтар едім андай қара халықтың осознанностін чуть-чуть бір екі неге көтеріп жіберетін бір ключ бар ма деп ше. Білім ба? Осознанности. Там білім бар, интеллект бар, бәрін қосқанда бір чуть-чуть осознанность келеді ғой. Соны бір-екі сатыға көтеріп жіберетін бар ма қазір, пожалуйста, прям сейчас очень надо керек болып тұр бізге деп қазір айтар едім типа. Тап қазір егерде халықтың андай ой өрісін бір 2-3 сатыға көтеріп жіберсең ше, можно творить, жестко можно творить. Это халық деген, это сила жесткая по идее. Если это правильно направить, правильно это, можно такие благие вещи творить, короче. И, окей, екінші рассказ тоже. Слушал ночью в 4 утра, по-моему. Короче, там какая тема, установка? Әр адамның өмірде бір фатальный қате бар. Вот что-то случилось, что-то не так сделал. Бармадым ба, айтпадым ба, үлгермедім бе, неважно. Әр адамның бар шығар. Вот прям фатально, которая привела к плохому. Скриптері бар каждый. Вот. Мысалы, сенде сондай қателік бар ма? Бар, конечно. Вот, который прям ты сейчас бы исправил. Короче, там прикол в том, что там можно исправить одну вещь. Вот одна вещь в твоей жизни, ты можешь ее исправить. Нет, зачем мне? Нет, өзім өткеніме ешқандай менде не жоқ, өкініш жоқ, ондай деп жатқан. Шүкір, өткеніме шүкір, өткен зат өтті, өткен зат болды. Беретін берді, главное, типа. Очень благодарен, типа, жолымның осы бөлігіне өте благодарен. Ал артта болған қателіктер, анау-мынаулар болмаса мындай болмас еді. Так что менде ешқандай не жоқ, типа. Ел туралы айтуады кезінде 91-ші жылы бүйтіп істеп жіберейікші. Арабтар келіп, ядерный оружиені алып қалыңдар. Ливия, Каддафи айтқан, якобы, құдай сақтасын. Білмеймін, қаншалықты шын өтірік. Өтірік шығар. Ешқандай не болса да болар зат болды. Не, ешқандай жоқ. Сенде бар ма? Да нет, наверное.
Раньше я хотел, короче, попасть в свое детство с мозгами, которые у меня сейчас есть. бля бәрін Все, да, хотят об этом? Конечно. А сейчас я не хочу. жатарда жігіттер не ойлайды, бля, $1,000,000 кап қазір түссе не істейтін едім, бля, так ананы жауып тастаймын, 2 квартира. Екіншісі, осы миыммен мектеп кезге барсам ғой деп биткоин сатып аламын 2009-дан бастап. Бәрін На Лестер поставлю, да? На Лестер 2015 жылы не коэффициент неше болды? 998 ба, 1000 ба болды ғой. Nvidia куплю я. Nvidia'ның акцияларын алатын едім деп. иә еще андай Нахуй масок куплю перед карантином. 2019-да. иә еще андай советтен қалған мұғалімдерге қарсы сөйлер едім Иә. ұрғызбас еді Айтпақшы, мұғалімдер ұрды ма сендерді? өлтіріп салды ғой еба Қай пән? шалқар шалқардың мектебінде бірінші мектеп бәрі ұрады ұрмайды дейтін жоқ короче каждыйның өзінің стилі бар короче еще Пьяный мастер ма? и типа завуч болды завуч мындай сақинасы бар мындай басын сыңқ еткізеді короче оның стилі бар короче директордың стилі бар Крадущийся тигр. Стиль журавля, я. стиль не бар директорша бүйтіп келеді да бүйтіп жақтан слэп чемпионшип болады ғой Подожди. жабыстырады Директор ол хороший коп. Завуч қой жаман коп. у нас не было хороших Он копов бәрі жаман коп. все плохие копы все били жестко били они могли бы бля сонда айтамын қазір ше мен солай өстім иә қазір айтайын класс жетекші кішкентай балдармыз бастауышпыз типа мені шығарады тақтаға типа самат деген досым шығарады а он такой троечник онда бір тақта екі тақта ғой жабылатын тақта екі жаққа жібереді екеуміз есеп шығарыңдар дейді бір есепті екеуміз шығарамыз мен отличникпін еще екі жаққа шығарады бір есеп мен тез шығарып беремін самат шығара алмайды самат тупит и апай келеді да артынан келеді да бірдеңе да сіреңейді шекеден ұрады тақтаға соғады дух деп құлағына ұстап алады да русланның есебін қара дейді шақ дейді өзің есебіңді қара шақ русланның есебін қара шақ өзің есебіңді қара Мы такому А, Б, С назад па? қыздарды ұрған кезде бантиктер ұшып атады аспанға Қыздарды да ұрды, иә? қыздарды да салжып бантиктер ұшып кетеді жүгіріп бантиктерін жинап жүреді күтті қыздар сондай и содан өстік та біз мұғалімдер ұрады битамен ұрады андай ше андай қатты емес бірақ тыңқ деп дене шынықтырудың ағайлары битамен енді қатты тұрмаса тұрады солай өстік деп мен айтамын қойшы бля біз кезінде солай өстік өлген жоқпыз это было даже прикольно анау мынау өзің балдарың пайда болған кезде ойлайсың ғой ебать что за безобразие это было менің балама күтте қиықтесің курсын еще ата ананы айтпайсың ғой сол ұрған ата анаңа айтпайсың ғой ұрған ата анаға айтпайсың Иә, комедия айтасың Ты сам виноват, как будто. Иә. ғой. Мысль иә такая. типа обал жоқ дейді анау мынау дейді жоқ қазір бәрі соны айтады ғой типа в свое время это было прекрасно мұғалімге еті біздікі кнут и пряник па қалай? типа иә Просто кнут. сүйегі менікі еті сенікі деп айтты сондай уважение болды қой нахуй не деген уважение ол деген сколько людей детей травмировали қазір ойлаймын ана балдар қазір қалай адам екен еба деп действие такое андай унижение көріп тастады мұғалімнен просто жынданып келді да унижать етіп тастайды балдарды соны қарап отырып айтамын ой еба как мы выросли нормально вообще Отыз ғой міне солдау жасап. жоқ шүкір енді вот Ну, мен ошибка выжившего. я привилегированный был я привилегированный был мен типа әжем бухгалтер бірдемесе атам какой-то вечно бір якобы должностьтардың жанында жүреді а мен өзім андай тоже слишком отличник өсіп жүретін Алтын белгісің ба? алтын белгі емеспін я конченый активист короче жесткий активист и квнщик и жүргізуші и бәрін бүйтіп жүретін деп жүрген апай хорошо деп жүрген сондай мен привилегированный болдым мен ұрған жоқ ондай қатты басқа балаларды өлтіре салды типа и қазір менің балдарым туған кезде қайтамын қумаңдар и вообще сен даже Камера барлық жерде. камера емес бөлек сөз айтқызбаймын ешкімге де қай жерде миллион жерде мұғалім бол шаруам жоқ А қатал болса ше? Просто қатал. просто қатал требовательность это хорошо Иә. бала чуть қорқасың и уважаешь и все это делаешь но это чисто словесно и психологически өзің как развитый человек можешь надавить огромное уважение типа өзім айтамын ой апай конечно ондай балаң шамалы бүйтті десе все апай дейтін а так типа просто кезіндегі ана советский менталитеттің мұғалімдері кезінде деген творили такие вещи ужас вообще Есінде ма, анау астында күнделік мысалы бағалар тұрады ғой, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, астында ынтасы, тәртібі, бөлек бағалар тұратын. Вы прикол бар ғой? Интернетте, короче, мем. Поведение, и там написано «не готов» и «долбоеб».
бірақ ол долбоеб емес, ол болтает. Болтайды. Долбоеб деп жазады. Сен бәрін И примерно это правда, такие слова использовали. Сол шалқарский мектепте болған тәртіпте қараймын да кейде ше, нас учили жестко подчиняться, с боязнью жестко подчиняться, нас учили еще сдавать друг друга. Кәдімгі советский зат та. Кәдімгі кезекшісің. Сен кезекші болған кезде сенде пауэр пайда болады, короче, мына жерінде повязкаң бар. И сен тұрсың, жүгірме! Тырнағың өсіп кеткен деп ше, жүгіріп келесің, жазып аласың ананы. Чем дольше доносов, тем лучше для тебя. Кішкентай боласың ғой, саған қызық. И каждый понедельник күні бізде не болады, линейка болады, үлкен төртбұрышта. Мен шығам, осындай аралығында 3-ші А класы кезекші болды. Біздің кезекшілік кезде 3-ші Б, Бірдемеев Жалмұрат жүгірген, бірдемесе Т, бірдемесе тырнақтары өсіп кеткен, бірдемесе оқимын кәдімгідей. И бүйтеді да, айтасың оны кругтың ортасына виновный балдар шығады бүйтіп. И еще екі қойға, екі алған дегендерді қосты еще, екі алған, бірдеңе сіртеңе бәрін шығарады да. Мұғалімдер андай басқа учениктердің көзінше наказание істейді позорный, типа строймен жүргізе ма, бір заттар істейді, аналар шляп унижениемен өтеді, прикинь. И қайтадан таратады да, все, осымен бітті, келесі класс қабылдайтын кім дейді, 4-ші А класы кезекшілікті қабылдап алды дейді, 4-ші А осындай Месть ғой. И олар енді такой, еба, сейчас думаю, к чему нас учили. Бро, мен саған айтайын, бір мектепте болдық. Біз дөпсізбен болдық. Қарағанды облысы, Токаревка деген, Ғабиден Мұстафин деген ауылы. 2024 жылдың басы. Линейка, басында завуч, смирно дейді. Бәрі балалар смирно. Сосын выходит кезекші. И то же самое. Мынау, жүгірді, мынау, так далее. Сосын мен келеді конкретно. Реально форма, да, участковый. И ты қарайсың да, думаешь, блин, это, кәдімгідей армия ғой. 2024 жыл ма? Жарты жыл бұрын. Еще нас обиделись, что мы это сняли. Менде бір оқиғам бар. Хореография, по-моему, 4-ші сынып па, 5-ші. Ол не сабақ? Хореография, енді танцы, хореография. Бізде болды. Я не хотел танцевать. Нафиг мне это надо? Я сейчас не танцую, тогда тем более не танцевать. И сен ла-ла-ланд жақсы көрмейсің. Я вообще ненавижу. Кетші бар. Я просто не могу. Да, я тоже. Ага. Вот, и я не танцую. Учитель что делает? Говорит, не заставляет меня, не может стоять. Не может, руки так. Так, говорит, все встаем, пока Арсен не будет танцевать. Все присаживаемся на карты, пока Арсен не танцует. То есть, понимаешь, это же чисто армейская тема. Барва, типа, когда ты коллектив против одного ученика, который, сука, ребенок. Ты настраиваешь так, что они сами его сожрут. Это чисто армейская тема. Есть же эксперимент с обезьянами и культурой, который клеткаға мысалы маймылды қоятын ба? Қолынан бір соғат, келесін алып келеді, уже маймылдардың өздері тәрбиелейді. Ананы тәрбиелейді, ұстама бір соғат деп. Так и прививается привычки. Салқын душ қосады деген естідім мен. И что, в конце маймылдар ұрып атады, келесім, бірақ өздері білмейді неге екенін, потому что алмастырып тастайды. Вот так работают институты. То же самое мектеп, кәдімгідей армия сияқты. Қазір вообще армиямен бір бәле болды ғой. Уже сколько этих? Последний Ербаян. Жесткая. Мүгедек қылған. Это ебать жестко. Нацгвардия, вроде, ВВ. Нацгвардия. Это такой обал, ебать. Конечно, адамның өмірі. Жүрегің түсіп кетеді анадан. Ёп твой, еще балдарың бар. Блять, балдарың болғанда вообще сразу балдарыңды ойлайсың да, балдарыңды представлять етесің. Балаң жоқ кезде романтика ғой, бәрі жүресің ғой. Балаң бар кезде сразу тек, блять. Ты чувствуешь уже серьезность ситуации. По идее, это жестко. Әп-әдемі бала. Ана видеосында назад вот так смотрит, ебать, фактурный, қазақ жігіт жап-жас. Ты уверен тұрған бала, басын жартысы жоқ. Че за хуйня, да, например? Вот проблема. И ол токсический бір риторикасы бар, азаматтың борышы, мысалы, долг родине отдать. Бар ма сондай долг? Қалай ойлайсыңдар бізде? Бізде енді заң жүзінде бар ғой. Армиямыз 65 пі? 70 не? Нақты ешкім айта алмайды. Бірақ сол шамада 60-70 мың әскеріміз. Жоқ, құдай сақтасын, күн туса, по идее, күн туса, ер адам ел үшін
жан тапсыру керек деген зат мен үшін андай не такой Нормальный нәрсе. не то что нормальный нәрсе, дұрыс табиғи зат, короче, для этого мы созданы защищать территорию свою деген сияқты. Еще ел анау мынау өзіңнің романтический жаңағы қосатын тұзықтарың бар, маған нормальный зат, но мен мына системада какой-то біреулердің астында бүткіл намысымды езіп жататын жағдай жоқ. Типа қазір мысалы типа 28-ге дейін ғой мысалы до конца оқып шықтым ғой, бакалаврды 10 жылда бакалавр оқығансың ғой. 10 жыл неше бакалавр оқығансың? 1 бакалавр. Соза бердің бе? Жоқ, ол ертең күшті концерт шығады, сол жақтан көресіңдер почему екенін. Сол кезде мысалы байқамай кетіп қалсаң, прикинь, 18-дегі балдар, 26-дағы мужиксің, 18-дегі балдар сені вообще ішіңдегі бүткіл самоуважениенің бәрін езеді ғой, командирлермен қосылып тұрып, не масқара. Барып стрельбища барып 5-6 оқ автомат айтып қайтып келген үшін ба, типа стрельбища тирге барып ата саласың ғой, если что, өзіміз охотникпіз, мылтық ата саламыз, типа. Для чего все это? Система заттар көп. Прокурор братпен таныстым алдында. Красавчик боламын. Шараут прокурор. Шараут. Просекьютор. Тимоха, WhatsApp. Мен үшін прокурор деген андай сразу андай бұру да, типа, деп жүрген. Все делайте. Жоқ, бала тыптым жақсы кәдімгі. Че? И общение істеп жатыр да, айтады да. Қараш дейді, прокурорның айлығы қаншада өлесің? Қаншада өлесің прокурорның айлығы? 290. Астанада. 290 350-дің арасы. 200 бен 230-ның арасы, короче. Ол қайда? Ол жақта. Астанада. Должность байланысты. Брат, 300 дейікші, ладно. Давай. 350 деп айтайықшы. Оларға квартирный берілмейді еще прокурорларға. Басқа военныйлардың хотя бы квартирасын төлеп тұрса екен, мына жақта ештеңе берілмейді. Сен просто прокурорсың. Сен заңды вообще, сен бақылаушысың ғой. Сен прокурор, сен бақылаушысың. Ты смотришь за этим, короче. Сен наказывать етпейсің. Наказывать ететін адамдар бөлек. Сен бақылаушысың. И сенің жұмысың типа 200-300 мың теңге Астанада квартира берілмейді саған. Сен еще бала шағаң бар. И сен енді басқа не істейсің енді? Ана полицияларды как жертвы көрмегенде не істейсің басқа, типа? Ақша істеп қалудың жолын ойлап жүресің ғой, по-любому, типа. Смотри, интересно, да, вообще? Бізде бүткіл... Әдейі ашықтайтын сияқты менше. Әдейі ашықтайтын сияқты. Сол, қалай, типа? Бір-бірімен. Анау деген енді слишком ашық, анау деген. 300 мың деген айлық прокурор. Чего ты требуешь от него потом? Машинаң жоқ даже, ебакам. Короче, корочкадан ештеңе жоқ дейсің, да? А? Корочкадан басқа ештеңе жоқ. Корочка и власть бар сенде жесткий. А если тебе еще государство офигенно обеспечивало бы, ты этот власть мог бы использовать во благо. Ты бы через этот власть решил бы какую-то проблему, типа, где-то. И почувствовал бы себя, типа, я, как прокурор, какую-то проблему құрттым ел үшін, например. Просто тәртіп үшін. Мен сондай тәртіп сақшысымын деп. Достойно жүру керек қой біздің тәртіп сақшылар. Біздің тәртіп сақшылар ашық қой кәдімгідей. Бір жерден бүйтіп жайлап жұлып алу керек. И бір бөліктің төбеге қарай лақтырып жүру керек, өсіп жүру керек. Қасқыр болып. И олар қасқыр болғасын біз де қорқып жүреміз ше қасқырдан. Блин, кесір тиіп кетпес екен деп. Ассалаумалейкум, братан, қазақпыз ғой да деп. Это смех по-богатому был только что. Да. Че, солдат? Но все равно же, несмотря на все, Қазақстан мен үшін ше number one, типа. Мен вообще кайф ұстаймын, типа, маған шүкір. По-любому, если прям қиын болып баратса, астыға қара, да? Қиын болып баратса, жоғарыға қара ма? Қиын болып баратса, астыға қара, күшті болып баратсаң, жоғарыға қара, типа. Өзіңді мықты санап баратсаң, пожалуйста, Европаға қара, там, өзіңнен жоғарыларға қара. Бірақ өзіңді что-то не то сезінетін болсаң, астыға қарайсың ғой, чуть-чуть. Мен Алматыда деп кейде жылап жатсам, түсіп кетемін алтын орда жаққа, бірінші Алматы автобуспен барып қайтасың да, типа, ойбай шүкір. Үндемей үйіңе келіп, үйіңді құшақтап, бала шаға сүйіп, деп отырасың, короче. Это я вспомнил эту риторику, когда в 90-х так говорили. Нас связывались. То есть, когда говоришь что-то плохо, говорят, посмотри на там Узбекистан, Кыргызстан, вот у них плохо. И в итоге мы сейчас живем в 24 году, и Узбекистан нас по некоторым направлениям прям где-то догоняет, а где-то перегоняет. Не, Узбекистан жестко. Поэтому мықтыларға теңесу керек, негізі. А не наоборот. Мықтыларға теңесу үшін, вот теперь смотри, типа, у нас сейчас у всех
шүкір ғой, более-менее дела хорошо же идет, шүкір ғой, нормально, бала-шағамыз бар, ең бас қалалардың ортасында подкастымыз жазып жүрміз, ақшамыз тауып жатырмыз, короче. Бірақ оның бәрі біз андай, не от нужды же пришло все это. Мы же сюда шли, мне нужен, сен сөйтіп шықтың ба? Я как однажды шүкіршілік поймал за свою жизнь. Уф дедім да, когда шүкір деп барып жоғары қараған кезде начал получаться. А до этого 10 лет я был сосредоточен на своих ошибках и минусах и хотел чего-то. И это было недостигаемо. Маған кезінде 400 000 айлық дегенше было недостигаемо в голове. Не позволял себе. Я достоин на 100 000 ойлайтын, типа. Потому что весь день думаешь о своих минусах, о своих нуждах. Но бір күні шүкіршілік ұстап аламын, фрукт атып жіберді, типа. Поэтому астыға қараймыз, шүкіршілік ұстаймыз да, жоғары қарай ұмтыламыз. Не так, типа, жоғары қарап жылаймыз, и астыға қарап мыналардан күштіміз, даже они, типа, шандай. Не наоборот. Когда плохо, смотри туда, когда хорошо, смотри туда. Мы когда плохо смотрим туда. Нет, наоборот. Наоборот, айтып жібер. Короче, түсіндің. Я понял. Рудың культурасына жаман кайф ұстаймын. Это сейчас вообще основа моих материалов. Основа моего концерта сейчас начинается с трайбализма, типа. Ты, короче, эксплуатируешь трайбализм, не? Не, я не эксплуатирую. В хорошем смысле. В хорошем смысле я кайфую, типа, потому что кез келген рудың рула, не, типа, құда мыңжылдық дейді ғой. По-любому сенің руыңда, ана руда құдалар бар да, кез келген ру, как минимум сенің құда балаң, короче. Құдашаң. Уже ойын басталып кетті. Я, мың жылда ішінде по-любому, да? Типа, мен, мысалы, дулаттардың бәрі мен үшін құдалар сияқты, как будто. Сен дулат алдың? Жоқ, дулатқа мен кезінде тәтем шыққан, апамның сестренкасы кезінде шыққан, маған как будто дулаттардың бәрі құдам сияқты. О, құда, қалайсың деп сөйлесем, типа. Түркінің қай жақ? Жаппастар, короче. Не жақ, Атырау жақта. Мен жаппас көрсе, қайын жұрт деймін ғой, не в тему, сразу. Кішкентай болса балыз, үлкен болса қайнаға сияқты, как будто. И андай қазақ отношение кетеді, да? Қазақ отношение ол әдейі зат, по-любому, типа, жеңгемен, қайнағаның арасындағы отношение қандай интересен, жеңгемен, типа, қайныны, балдыз жезде деген заттар қызық қой, құда бала, нағашы деген вообще, типа, мен қазір қабақ деген ру бар бізде әлімнің астында, типа, любой қабақты көрсем, еркелеймін ғой, не в тему. Бля, нағашы, деп, не танымайтын адам ғой, жаңа танысқан уже, қойнына кіріп кофе алып пеш деген сияқты әңгімелер айтып ше. Типа, қарабастарды көрсем тоже бір жиендерім сияқты, как будто барлығында мықты қарабас деген ру бар Ақтөбе жақта. Танисың ба, естуің бар ма? Бар. Қарабас деген мықты жігіттердің бәрі конкретно. Сондай трайбализм маған ұнайды. И ол біздің культурамыздың бір бөлігі да, күшті. Қазақ қылып толып тұр, короче. Трайбализм шығарып жатырмын, короче. Это трайбализм деген зат нет. No. Қазақ руға бөлініп кетпеген, рулар бір қазақты ұрған. Араларында соғысқан, прикинь, олар деген. Бірақ елдік үшін кекті ұмытқан, короче. Кезінде әлемнің ішінде рулар деген бір-бірін деген жаман наказывать еткен, байки, жесткие там вообще. Қарабай Шөмекейдің көтін кескен деген пиздес сөздері бар, типа. Олардың бәрін елдік үшін ұмытқан, қыз берісіп қыз алысқан, жекжат болған, солай ел болғанбыз, короче. Руларыңды біле жүріңдер, пацаны. Либо я приду и зарежу ваш ру. Деп тұр ғой да, Руслантай соңында. Жоқ. Қараш, Soft power. іштей сенде бір не бола ма? Іштей қарбалас бола ма? Өз-өзіңмен. Мысалы, смотри, сен Ақтөбенің шалқарынансың, ішінде андай жатыр ғой жігіт. Бұрындағы шалқардағы Руслантай мен қазіргі Руслантай әртүрлі, дұрыс па? Так, біріншіден сразу айтып кетейін, шалқар мықты жер, бәрі бандит болған, мен ондай болған. Жоқ, бәрі өз-өзіне тұрып білу керексің ол жерде. Типа. Бэкграунд бар, и типа, бля, бір затты естідім алында, типа, ой өрісі төмен адамдар ашуланғыш келеді дейді да, бірақ олар оны намыс деп атайды дейді. Не для всех, это не обобщаю, короче, но это же есть. Это чуть-чуть... Тема для обсуждения. Для исследования. Да, типа, иногда мен жынданам, иногда басталады, мен аузым жаман лас жынданған кезде, особенно машинада кеткен кезде. Жөнді сен спай болмайсың ғой? Қате болды бұл браттікі деп. Жоқ, жынданып кетті, блядь деп айтсаң екен былай, что за фигня деп, ана кәм шалқар шығады деймін. Шишең, тезля осы басталады, ешең, шарама, похуй деген заттар. Бірақ оның бәрі деген, бірақ деген не да ол жаңа
ой өрісің жетпей тұр да мына жерде не в тему қуып жатсың да. неші мен сұрағым, Қарбалас деген қазіргі Руслантай, ол Алматыда тұрып жатыр, толерантты, бәріне төзімді, бәріне жақсы қарайды, либерал дейікші. Пикми-бой. Иә, пикми-бой дедің өз-өзіңді. Мен өз-өзімді айтқан жағын приколстан. Өз-өзіңді. Такой да? Жоқ, сонда іштей Қарбалас қалай күресесің өз-өзіңмен? Маған сол қызық. Күшті, вот не істеу керек, всегда, чтоб есі дұрыс, алматылық жан-жақты ойлайтын Руслан ұтып жүру үшін ұйқы дұрыс болу керек, тренировка жақсы болу керек, тамақ дұрыс болу керек, келіншекпен отношение самое главное дұрыс болу керек. Егер де менің денем әдемі, ұйқым қанық, келіншегім довольны, ақша бар, семьям нормально, үйден тамақтың иісі шығып тұрса, мен либералмын. Әйтпесе халық шығады, иә? Мен бәрін түсінемін, айтамын, ол мұндай шығар, құрсын, нағыласыңдар, ей халай. Өздері біледі, давайте, өздеріңе қараңдар, біз ең күшті халықпыз деп. Ал болады мысалы, ақша болмай қалды, түнде 2-де келдің, 7-де тұрдың, келіншегіңмен бір зат десең, ол саған бір зат қайтарады, и сөйлеспейсің, ана сөзі намысыңа тиіп атады, ушандай жынданып атасың, өсіп жүрген кезде кәдімгі уже шалқар болып жүресің ғой далада. Халық қой негізі, халық болып кетесің, сразу кризис, бір эмоциональный халық. Кризис басталған кезде халық болып кетесің, далаға шығасың, блять, біреу маған тиісші или мен біреуге тиісейінші деп кетіп атасың, ана шығарып жіберетін жер бар ма, ана эмоцияңды бүйтіп дірілдеп бүйтіп кап шашы ұзын кездесіп бір трансгендер, сен шашың ұзын болғанмен денең бар екен ше апа. Сондай менде сол кризис болғанда қара халықпын, короче. Сондықтан барынша өз-өзіңді күтіп, жан-жағыңа қарап жүрсең, сен осознанныйсың. Вот интересно. Короче, контроль. Смотри, самоконтроль деген ол үнемі өз-өзін ұстап жүрмейсің ғой сен? Жоқ, самоконтроль өз-өзіңді ұстап жүру емес, самоконтроль өз-өзіңді күтінген кезде өзінен-өзі пайда болатын зат қой самоконтроль. Сен таңертең бар, 8:30-да 2 сағат мықты тренировканы ұрып, күшті рухтанып кетасың ғой, бүйтіп машинада, сені ештеңе де мазаламайды. Бір ваңды өтіп кетсе, блядь, дей саласың, өте бересің, короче. Просто самоконтроль. Біреу кіргісі келіп жатса, кіре бер, брат дейсің, сенің жаңа ғана бүткіл эмоцияңды шығарып салдың, денең күшті, не істеп тұр, үйіңде қазір завтрагың дайын тұр, келіншек бала-шағаң. Дене туралы көп ойлайды екенсіз, брат. Дене, потому что 30-дан кейінгі самый біздің ресурстың бәрі денеде ғой. 3-4 күн, 3-4 дейді еркекте. 3-4 дым істемей қалшы, белің ауырады ғой, бля, не в тему деп жүресің. Ақша басып кетті, арқаңа ұрып қалады. Бүйтіп баратасың да уже. Хотя дым істеген, просто от того, что не делаешь эксерсайз. Деп далаға шығып шамал турникке бүйтіп тартылып, уф деп, 15 отжиманиеңді істеп, приседаниеңді істеп шамал адам болып қаласың, бүйтіп. Сол дене влияет, конечно. Анау кімнің сөзі ол? Гогольдің ба, Лермонтовтың здоровым теле, здоровый дух дейді ғой қазақта. Атам қазақ айтқан. Здоровым теле, здоровый дух деп. Короче, получается, Руслантай ол стендапер, әнші, рэпер, ақын, такым. Әке, ладно, окей. Beloved husband. Сценарист девисы кем? Сценаристсің ба? Қазір сценаристпін, ойба айтуремен жұмыс істеймін, қазір байқаңдар, көрсін, кім бар қасында, Әсем бар. Вот соның сторисінен көремін. Ты че, қазір еще былтыр актер болып, главный ролях ойнап шықтым. Қараған жоқпын әлі киноны, ұяламын. Аты қалай? Былтыр шығып кетті уже. Менің үйім қайда? Где мой дом? Менің үйім қайда? Где мой дом? Весь Қазақстан вообще. Везде стояли плакаты. Кинода шықты ма кәдімгідей? Бүткіл кинода, бүткіл кинотеатрда, бүткіл кинода. Қайдан қарауға? Сап бүйтіп тұрды ғой анау деген. Кинопоиск. Кинопоисктан қарайсың, но бірақ кинопоискта мен үстіме орысша дубляж істеп тастаған ғой, вообще басқа бір бала. Мен рольмен и так не справился ше, не в тему. Тут еще дубляж позорный, короче. Қарағыларың келсе қараңдар бірақ. Қандай сценарий мысалы? Жоқ, айтуға болмайтын шығар. Бірақ бір жоспарым бар, конкретно жобаны, иә? Жоқ, кәдім күшті жоба, кәдім жақсы, шүкір финансирование өте жақсы. Еще бар ғой, финансирование бөліп отырған кім деп ойлайсың? Англияда жүрген 2000 жылғы қазақ қой. Інім менің, әлім. Прикинь, 2000 жылғы сен для развития кино в своей стране деп нормально сумманы лақтырып тастап тұр, бүйтім. Құдай беремесе бере салады, по идее. Ол массовый кино болады, иә? Обычный кинотеатр. Сериал болады. Сериал. Может, даже шетелге сатып көреміз. Бүгін көп зат туралы сөйлестік, бірталай тақырыпты қозғап тастадық. Бірақ соңында, короче, айналып келгенде
біз өзіміздің ісімізбен как никак елдің тағдырына кіріп бара жатырмыз да. Мы уже там, тут. Вы особенно, по идее, влияете на умы. Бля, өздеріңіз шумаңдар. Нет, что, ответственности хотите? Типа, қашып кеткілерің келіп отыр. Мы просто делаем для себя, для фана. Я саған ответственность сендерді уже ілініп тұр. Вы халықтың типа санасына бір зат құйып жатсыңдар. Алматыда, потому что менің баблымда, огромный мой бабл сейчас, шүкір, такой огромный, я начал со всеми общаться, такой, каждый раз шүкір деймін, ойбай, құтырып кетпеші, главное, өзім айтам. Каждый айтқан кезде айтады, о, дөп сөз, типа, они интеллигентные, о, дөп сөз, они вот такие. Боқтап отыр дейсің ғой. Жоқ, білмеймін, даже просмотрларымды қараймын, фигня былай қарасың, иә. Мәз болып қалды, я так қой. Иә. Рас қой, аз ғой. Аз, бірақ, тем не менее, вы влияете, короче. И мы все, сейчас кто двигаемся, мы все, кто на виду, короче, по-любому имеем свое влияние. Поэтому жігіттер, типа, и Алматыда бірталай жігіттер бар, сценаристер, режиссерлар, там, актерлар, қазір стендаперлер, кейбір рэперлер, дьютонды гитар тайсыңдар ма? Там желтоқсан бар, анау көбісін өсетқан, каждый влияет на народ. И у всех более-менее вектор одинаковый, бәрімізде. Более-менее развитость бар, более-менее вот эту тему мы можем пихать, на халыққа деп айтайықшы. Давайте халыққа жұмыс істейік, халықты ағартайық. Біз болмасақ кім просто, пацаны, кім? Әумин. Бізге шәкірт емес, бізге ойдас керек. Вот сен біздің ойдас. Единомышленник па? Ойлас па? Ойдас па? Короче, видите? Маған болады негізі. У меня бір скидкам бар. Типа, қазақшам шорқақ, сол үшін типа нормально. Пользуйся, смело пользуйся вообще. Скидочная система, я? Смело пользуйся. Типа, орысша, қазақша шаққа сөйлеп жатса, кейбір қазақтар, ей деп істемеңдер, опа, красавчик, да, я чуть-чуть хотя, но фигня деп айту керек та уже. Қазір сондай заман еще настоит, это очень меня радует еще. Қазір ей деп айтпайды уже. In my bubble. О, молодец, айтам, давай. Не хочешь, не говори. Эй, қазақсың емес па, бірдеңе деп жатсақ, иди нахуй деп айтуға болады тоже. Не ел, типа, сен еще рong бар? Вот так я вырос, енді сенің, типа, ырзалығың үшін қазақша оқиын ба? Өзім үшін ба әлде? Иә, рас. Ladies and gentlemen, Руслан Тай. Shout out to my wife. Мен сені жақсы көремін.